Сәлем құрметті достар, сіздермен бүгін 2 сыныптың 100 сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы 2 амалмен шығарылатын есептер. Бірінші есеп: есепті шығар. Дүкенге түске дейін 22 кітап, ал түстен кейін 14 кітап әкелінді. Осы кітаптардың 9-ы сатылып кетті. Неше кітап қалды? Ең алдымен барлығы қанша кітап келді, соны анықтау керек. Ол үшін 22 кітапқа 14 кітапты қосамыз. Сонда барлығы 36 кітап әкелінді. Оның 9-ы сатылып кетті. Олай болса, 36-дан 9-ды азайтамыз. Сонда қалғаны 27 кітап. Жауабы 27 кітап қалды. Келесі екінші есеп: есепті шығар. Әжем құрақ көрпе тігу үшін сары және қызыл түсті қиықтарды пайдаланды. Ол 2 қатардың әрқайсысына 9 қызыл қиық және тағы 18 сары қиықтарды қолданды. Құрақ көрпе тігу үшін әжем барлығы неше қиық пайдаланды? Бірінші қызыл қиықтардың санын анықтап алу керек. Ол үшін 9-дан 2 қатар дейді. 9-ды 2-ге көбейтеміз және оған сары қиықтарды қосамыз. Сонда осындай өрнек пайда болды. 9-ға 2-ні көбейтсем 18 болады. 18-ге 18-ді қосамын, тең 36 болады. Сонда жауабы: құрақ көрпе тігу үшін әжем барлығы 36 қиық пайдаланды. Барлығы 36 қиық. Келесі үшінші есеп: есепті шығар. Қалада 2 мұражай және одан 8 есе артық кітапхана бар. Мұражайларға қарағанда кітапханалардың нешеуі артық? Ең алдымен кітапхананың санын анықтап алу керек. Ол үшін 2 мұражайды 8 есе көбейтеміз. Сонда кітапхананың саны 16 екен. Енді біз қаншаға артық екендігін анықтау үшін 16-дан 2-ні азайтамыз. Сонда 14 кітапхана артық екен. Жауабы 14 кітапхана артық, немесе 14-ті артық. Келесі төртінші есеп: есепті шығар. Анам ірімшік қосылған 18 тоқаш және сүзбе қосылған 14 тоқаш пісірді. Осы тоқаштарды ол 4 балаға тең бөліп берді. Әр бала неше тоқаштан алды? Бірінші барлық тоқаштың санын анықтап аламыз. Ол үшін 18-ге 14-ті қосамыз. Яғни барлық тоқаштардың саны шығады. Оны 4 балаға бірдей қылып бөліп береміз. Сонда 32-ні 4-ке бөлеміз. 32 дегеніміз барлық тоқаштың саны. Сонда әр балаға 8 тоқаштан тиеді. Жауабы: әр бала 8 тоқаштан алды. Келесі бесінші есеп: 20-ға қосамыз 10 мен 3-тің көбейтіндісін. Осы өрнек бойынша Айман мынадай есеп құрастырды. Айнұрда 20 теңге, Алуада 10 теңге, ал Қуанышта қыздарда қанша ақша болса, одан 3 есе артық ақша бар. Қуанышта қанша ақша бар? Бірінші, Айнұр мен Алуаның ақшаларының санын қосып алайық. Сонда 20 теңгеге 10 теңгені қосып аламыз. Екеуінде 30 теңге бар екен, ал Қуанышта екеуінен 3 есе артық ақша бар. Олай болса, оған 3-ті көбейтеміз. Сонда 20-ға 10-ды қоссам 30 теңгелері бар, ал Қуанышта 90 теңге бар. Себебі 3 есе арттырдық. Енді Айман есепті дұрыс құрастырды ма? Түсіндір. Бұл жерде 20-ға қосып тұр, 10-ды 3-ке көбейтіп. 10-ды 3-ке көбейтпеу керек. 20 мен 10-ды жақшаға алып, одан кейін 3-ке көбейту керек. Олай болса, дұрыс құрастырмады. Ал есептің жауабы: Қуанышта 90 теңге бар.
Келесі 6-шы есеп теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуде 100-ден 76-ны азайтып аламыз. Сонда А азайту 100-ден 76-ны азайтсам 24 болады. Ал бұл тең болады 72-ге. Осы жерден аны анықтау керек. Ол үшін 72-ге 24-ті қосамыз. Сонда А тең болады 96-ға. Енді орнына қойып тексерейік. Яғни аның орнына 96-ны қоямыз. Одан азайтамын, 100-ден азайтамын 76-ны. Сонда тең 72 болады. Теңдеудің екі жағы да 72 тең болады 72-ге. Келесі теңдеуде 62-ден 18-ді азайтып аламыз. Сонда 14-ке қосамын В-ны, тең болады 62-ден 18-ді азайтсам 44 болады. Осы жерден В-ны анықтаймыз. Ол үшін 44-ден 14-ті азайтамыз. Сонда В тең болады 30-ға. Енді орнына қойып тексереміз. Сонда 14-ке қосамын 30-ды. Ол тең болады 62-ден азайтамын 18-ді. Сонда теңдеудің екі жағы да 44 тең болады 44-ге. Келесі 7-ші есеп есепті шығар. Қарындаш пен бетпелгі 50 теңге тұрады. Егер бетпелгі 5 теңге тұрса, онда қарындаш бетпелгіге қарағанда неше есе қымбат? Бұл жерде бетпелгінің бағасын алып тастайық. Сонда 50 теңгеден 5 теңгені алып тастаймын. Қарындаштың бағасы сонда 45 теңге болады. Енді бізге неше есе қымбат екендігін табу үшін 45-ті 5 теңгеге бөлемін. Сонда 9 есе қымбат екен. Жауабы қарындаш бетпелгіге қарағанда 9 есе қымбат. Келесі 8-ші есеп мысалдарды шығарып, қазақтың ақын жазушыларының қандай өлеңдер мен шығармалар жазғанын біл. Абай Құнанбайұлына байланысты аның орнына 5-ті қойып есептеп шығарамыз. Сонда өрнектің мәні табылған кезде Абай Құнанбайұлының өлеңімен таныс боласыздар. Сонда 4-ке көбейтемін аны, аның орнына 5-ті қоямыз. Оған қосамын 35-ті. 4-ті 5-ке көбейтсем 20 болады, 20-ға 35-ті қосамын, сонда тең 55 болады. Ал 55 деген жауапта қыс деген жауап тұр, яғни қыс деген өлең бұл Абай Құнанбайұлының өлеңі екен. Келесі Ыбырай Алтынсариннің өлеңін анықтаймыз. Ол үшін X-тің орнына 2-ні қойып есептейміз. Сонда 76-дан азайтамын, 18 бөлінген 2. X-тің орнына 2-ні қойып жатырмыз. Сонда 76-дан азайтамын, 18-ді 2-ге бөлсем 9 болады. 76-дан 9-ды азайтатын болсам 67 болады. 67 деген жауапта кел балалар оқылық деген өлең тұр. Олай болса бұл Ыбырай Алтынсариннің өлеңі екен. Келесі Бердібек Соқпақбаевтың шығармасын анықтаймыз. Ол үшін сының орнына 4-ті қойып есептейміз. 45-ке қосамыз, сының орнына 4-ті қойып, оны 3-ке көбейтеміз. Сонда 45 қосылған, 4-ті 3-ке көбейтсем 12 болады. 45-ті 12-ге қосатын болсам 57 болады. Сонда 57 деген жауапта менің атым Қожа деген шығарма бар. Олай болса бұл Бердібек Соқпақбаевтың шығармасы екен. Ол киноны біз бәріміз де білеміз, иә? Олай болса есептің жауаптарын дәптерлеріңізге осылай әдемі қылып жазып қойыңыздар. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Құрметті достар, менің келесі сабақтарымды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.